Армысыздар ағайын? Адам ағзасы 85% судан тұратынын білеміз бе? Қай мүшеміздің қанша пайыз судан тұратынын біріміз білсек, біріміз білмеспіз. Ми 85%, қан 95%, бауыр 87%, жүрек 79%, көз 95%, өкпе 83% судан тұрады. Организмдегі судың негізгі қызметтері ылғалдандыруға, теріні қоректендіру, температураны реттеу, зат алмасуды жақсартады. Организмге су жетіспейтін болса, сусыздану белгілері пайда болады. Оны біз қайдан білеміз? Бұл ауыз қуысының құрғауымен, сілекейдің аз бөлінуімен, қатты тершеңдік, бас ауыру, бас айналу, әлсіздікпен, көрудің нашарлауымен, зәр түсінің қоюлануымен, зәр көлемінің азаюымен, кейбір жағдайда қатты сусыздану болған кезде дене қызуының көтерілуімен сипатталады. Адамдар арасында айтылып жүрген адам 2 литр су ішу деген қате пікір. Денсаулық сақтау ұйымының бекітуі бойынша 30 мл килограмға көбейту арқылы ішуіміз керек. Мысалы, 50 килограмм болатын болсаңыздар, соны 30-ға көбейтеміз. 1,5 литр бұған чай, кофе, газдалған сусындар кірмейді. Тек қана таза су. Енді судың пайдасын айта кетейін. Адамның дене температурасы 36-36,6 болып есептеленеді қалыпты жағдайда. Енді біз суды да осы 36 градуста ішкеніміз өте пайдалы болады. Ал кейбір аурулар кезінде, мысалға жедел респираторлы вирусты инфекция кезінде судың көмегі өте орасан зор болады. Температураны төмендетіп, аурудан тез айығуға көмектеседі. Иммунитетті нығайтады. Құрғақ жөтел кезінде, әрбір жөтелде осы жылы суды берген кезінде қақырықты сұйылтып, шығуына жәрдемдеседі. Адамның іші қатып, запормен қиналып жүрген адамдар таңғы аста жылы суды ішетін болса, іштің жүруін жақсартады. Және де өті толған адамдардың таңғы асқа дейін 40-45 градусқа дейін ысытылып ішілген су өттің жүруін, өттің бөлінуіне жақсы көмегін тигізеді. Және де бас ауырған кезде, жылы су ішкенде аурудың басылғанын байқаймыз. Және де шаштың қалың өсуіне, шаштың жылтырап тұруына, беттің әсемденуіне жылы судың пайдасы өте көп. Су ішудің пайдасы туралы айтатын болсам, енді кейбір ауруларда су ішудің өзі организмге зиян тудырады. Бұл қандай кезде? Бұл жүректің созылмалы жеткіліксіздігі кезінде, жүректің жедел жеткіліксіздігі. Себебі жүректе қан айналымының дұрыс болмауынан, жүректегі қанның іркілісі салдарынан организмдегі сұйықтықтардың өздері ішектің қуыстарына, аяқтарға, өкпенің қуысына жиналып, организмдегі іркіліс тудырады. Сол кезде 500 мл-дан артық сұйықтық қолдануға қарсы көрсеткіш болады. Және де бүйректің созылмалы жеткіліксіздігі, әсіресе гемодиализ алатын бүйректің терминалды сатысындағы науқастарға су ішу қарсы көрсеткіш болады. Және де өкпенің плевра қуысына аурулардың әсерінен су жиналған кезде 500 мл-дан сұйықтық ішу дәрігердің қадағалауымен қатаң түрде тыйым салынады. Бұл, яғни жазылуға дейінгі қатаң тыйым болып есептеледі. Ендігі кезекте айтатыным, ғалымдардың зерттеу бойынша сілтілі судың пайдасын айтпақшымын. Сілтілі судың пайдасы, сілтілігі pH-ы, яғни 7,5 болуын айтады. Бұл сілтілі судың қарапайым суға қарағанда дәмі қышқылдау болып келеді. Бұны сілтілі судың пайдалылығы жедел респираторлы вирусты инфекция кезінде қабылдаған науқастардың жазылуын тез көрсеткен. Және де өті толған науқастар
өттің бөлінуі жақсарған. Тіпті ішек жолдарындағы паразиттердің аллергиямен ауыратын науқастарда сілтілі суды ішкен науқастардың аллергиялық паразиттік ауруларының аз болғандығы дәлелденген. Яғни сілтілі судың организмге орасан зор пайдасы бар екенін ғалымдар дәлелдеген. Бірақ та сілтілі суды күнделікті ішуге әдетке айландырмау керек. Себебі күнделікті сілтілі суды ішкен адамның сілтілігі, яғни pH-ы жоғарылап, адамның тіпті өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Сол үшін дені сау адам тек қана дұрыс тамағына көңіл бөлуіне кеңес беремін. Ал егер де сізде ұзақ уақыттық стресс, шаршағыштық және түрлі қосымша аурулар болатын болса, айына 2 литр сілтілі су ішуге кеңес беремін. Құрметті оқырмандар, егер де осы сіздерге көмегін тигізіп жатса, басқа адамдарға да көмегі тиіп қалар. Сол үшін видеоны таратсаңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер Гүлдана Жанәліқызы. Қазақша контенттің дамуына үлес қойып, лайк, подписка жасап кетіңіздер. Сау болыңыздар.